Ақан Сатаев жаңа фильм таспалауда. Туындының атауы «Ұлы дала таңы». Бұл жолы да Сатаев тарихқа бет бұрған. Жоба жайлы толығырақ білу үшін Қапшағайға түсірілім алаңына барып қайттық. «Ұлы дала таңы» фильмі Қасымхан бабамыз жайлы, оның өмірі мен таққа келуі, хандық билігі мен тағдыры жайлы пайымдайтын болады. Атауын да символикалық етіп таңдадық, себебі бұл мемлекетіміздің тарихының бастауы. Жалпы туынды 2018 жылдан бері дайындалып келеді. Бастапқыда ол түркі елмен бірлесіп жасалған Қасымхан туралы телехикая болу керек еді. Алайда жоспар өзгеріп, осы жылдың ақпаннан толық метражды фильмнің түсірілімі басталып кетті. Мен бұл жобаға өткен жылдың күзінде кірістім. Бүгін міне 41-ші түсірілім күні. Байопиктің тұсаукесерін осы жылдың желтоқсанына жоспарлап отырмыз. Айта кетейік, түсірілім алаңына мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова да барып қайтты. Біздің мемлекеттігіміздің негізін қалаған және әрі қарай жалғастырған, тарихын жалғастырған киелі де өте үлкен тұлға бұл Қасымхан хан. Осы азаматтардың ерекше өмір баяндары және еліміздің, халқымыздың тарихы әрине әрқашанда біз үшін өте мағыналы және мазмұнды. Сондықтан осы егеменді еліміздің, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай осы Қасымхан атты жұмыс жобалығы атты осы жобаны бастап кеткеніміз жалпы біздің көптеген күрделі жобалардың бірі деп есептейміз. Сонымен қатар бірегей деп те айтуға болады. Сондықтан осы жобадан енді көп жақсылықты күтеміз. Ендігіде фильм ұжымы Кеген ауылына, кейін Іле өзенінің бойына түсірілімге жол тартпақ. Қазіргі таңда туындыға 300-ге жуық адам, 56 каскадер мен 200 шабандоз қатысуда. Ал басты рөлде Берік Айджанов. Біз Берік Айджановты әрине өте үлкен кастинг жарияладық ел бойынша. Енді ішінен сығылып шыққаны Берік Айджанов, оның жастық шағын Данияр Оразов дейтін біздің жас актеріміз ойнайды. Осы «Ұлы дала таңы» атты фильмде Қасымхан бабамыздың жас кезін, Қасым Сұлтан кезін, қолбасшы кезін сомдаймын. Рөлім өте ауыр, тарихи кинода ойнау өте оңайшылыққа соқпайды. Күндіз түні мына ен далада, аттың үстінде, шаң топырақта бабаларымыз осыны күнделікті өздерінің өмірі ретінде қалыптастырған. Ал біз соның жай ғана бір дейтіндей бөлшегін ғана көріп жатырмыз. Туындыға салынған бар күш пен еңбек ақталады деп сенеміз. Барлық ұжымға тек сәттілік. Тұсаукесерін асыға күтетін боламыз.